Қайыржан өмірге келген күннен бастап әжесінің бауырында жататын. Анасы тек түн ішінде жылағанда емізгені болмаса, баламен шаруасы болмады. Күндіз үй тірлігімен айналысып, тіпті кей кездері Қайыржанның бар екенін де ұмытып кететін. Әжесі жалғыз ұлының тұяғы болған соң, маңына шыбынды да жолатпай өзі қарайтын. Қайыржан да өте салмақты, қарны тоқ болса болды, тыныш жататын. Артық жылауы жоқ. Анасы Сәуле, енесі Күлпашқа әбден сеніп алған. Ал әкесі Жоламан болса Қайыржанды иіскеп құшағына алып отырғысақ келеді. Амал қанша, анасы Күлпашқа бата алмайтын. Уақыт өтіп Қайыржан да міне мектеп табалдырығын аттады. Сәуле мен Күлпаштың ортасында екі қолынан жетектеп мектепке келді. Алғашқы қоңырауына қатысып балаларының қуанышына мәз. Сәуленің тағы да аяғы ауыр еді. Сол күні толғағы ұстап ауруханаға түсті. Аман-есен қызды болды. Есімін Жоламан. Өзім қоямын, бұл енді нағыз біздің бала, деп Айсұлу деп қояды. Айсұлу үйге келгелі осы уақытқа дейін Сәуле мен Жоламанға мән бермейтін Қайыржан Айсұлуға деген ата-ананың махаббатын қызғана бастайды. Анасының көзі тайып кетсе, Айсұлуды ұрып жіберіп, не болмаса шымшып алатынды шығарған. Бұны байқаған Сәуле, Қайрошжан, қой қайтесің? Жоламанның жаман қызы, кел бері деп бауырына басатын. Осы Жоламанның жаман қызы деген сөз құлағына майдай жағатын. Жүгіріп барып әжесінің қолтығына кірместен, бесікті кетіп бара жатып, қатты шайқап кететін. Айсұлудың даусын естіп бөлмеге келген Сәулені көріп Қайыржан: жаман жылау қыздарың басымды ауыртты ғой, неге тудың осы қызды, деп шағымданатын. Қайыржанға түсіндіріп қарындасы әлі кішкентай екенін түсіндіргісі келеді-ақ, енесінен бата алмайтын. Жүрегі жылап тұрса да үнсіз Айсұлуды емізіп отыра беретін. Бірақ Сәуле де қарындасың ғой, болмайды деген сөзді айтқан емес. Қайыржан да міне биыл 11-ші сыныпты бітірді. Айсұлу екеуі тіл табыса алмайтын, үнемі екеуі жанжалдасып жүретін. Күләш Қайыржанды жақтаса, Жоламан Айсұлуды жақтап сөзге келіп қалатын. Сәуле болса екеуін де жақтамастан естіп отыратын. Бірақ жеке жерде үнемі Айсұлуға: ол сенің ағаң, дұрыстап сөйле, сыйла, деп ақылын айтып отыратын. Ой, ол өзі ғой тиісетін, неге мен үнемі таяқ жеуім керекпін? Әжем де қой деп шығады, деп бұлданып шыға келетін. Тек әкем ғана мені түсінеді, дейді. Қайыржан мектепті бітірген жылы Күлпаш ауырып ауру халде жүреді. Қайрошжан, қалаға оқуға кеткесін менің зейнетақымды саған беремін, емін еркін, еш нәрседен қысылмайсың, деп санасына құйып жүрді. Қайрош та оқуға түсті. Қалада ай сайын ата-анасынан келген ақшадан бөлек әжесінің зейнетақысын алып, білім алуға емес, қала өмірін тамашалауға келгенде жүретін. Тіпті әжесінің зейнетақысына сеніп барлық емтиханды ақшамен жауып жүретін. Бір күні Күлпаш өмірден озды. Суық хабар келді. Бұл хабарды естіп Қайрош ауылға жол тартты. Әжесінің жаназасынан соң қалаға келді. Зейнетақы жоқ, тоқтады. Әкесінің жіберген ақшасын қанағаттанбайтын. Жатақхананы менсінбейтін Қайрош енді жатақханаға ауысты. Осы сәттен бастап өмірі өзгерді. Жатақханадағы бұзақы балалармен бірге кішігірім бұзақылық жасай бастады. Біреудің киімін тартып алып, ақша талап етіп, бұрынғы баршылық өміріне оралды. Айсұлу да мектепті алтынға бітіріп, білім қуып қалаға оқуға келді. Анасы Сәуле Айсұлуды ертіп қалаға келді. Қайрош екеуіне бір пәтер жалдап, азық-түліктерін түгендеп ауылға қайтты. Бірақ анасының Қайрошпен бірге бір пәтерде тастап кеткені жақпады. Анасына қарсылық білдіріп еді: аған ғой, кірін жуып, тамағын дайындап қолғанат боласың. Екеуіңе жеке пәтерге ақша жоқ, өзің білесің ғой, деп Айсұлуды сөзіне
құлақ аспады. Жатақханаға біраз достарын кіргізе алмайтын Қайрошқа мына пәтер жақсы болды. Барлық достарын жинап алып келіп түнімен карта ойнап отыратын. Айсұлу байқұс ас үйде бұлар қайтқанша стөл үстінде қалғып мүлгіп отыратын. Кей күндері сол стөл үстінде ұйықтап та қалатын. Себебі Қайроштың достары қайтпай қонып та қалатын. Қайроштың дос сымағы Ералы бұл пәтерге Айсұлуға бола келетін. Әп-әдемі жас қыз. Ералы бүгінге дейін талай қыздың көз жасына қалып жүрді. Күйдім-сүйдім деп алдап арбап дегеніне жеткен өз жөнімен кететін. Ендігі айласы осы Айсұлуға асырмақшы. Бұл көз қарасын сезген Айсұлу Ералы үйге келсе болды, ас үйге тығылып шықпайтын. Кейінгі кезде Ералы жиі келуді шығарды. Бір күні таңертең Айсұлу ағасына: "Бұл үйге достарыңызды әкелуіңізді тоқтатыңыз. Мен сабақ оқуым қажет, демалуым керек. Әсіресе ана Ералы маған ұнамайды. Сенен рұқсат сұрауым керек пе? Әлде маған досты сен таңдап бересің бе?" "Жоқ, жай ер балалар болған соң, ол жағын уайымдама, біреу қолын ұшын тигізсе өлтіремін." Айсұлудың сөзін құлақ асар ағасы жоқ. Айсұлуды университетте бір бала ұнататын сезімін де талай білдірген еді. Бірақ Айсұлу ағасы Қайроштан сескеніп, тек дос болайық деп бетін қайтаратын. Мирас өте сымбатты, әрі кішіпейіл, жақсы отбасының баласы. Айсұлу екеуі бір топта оқитын. Сабақ бойы Айсұлуға тамсанып отыратын. Сабақтан соң үйіне дейін шығарып салатын. Кей күндері бірге кітапханаға барып, кітап оқып уақыт өткізетін. Айсұлуды аңдып жүрген Ералы бір күні екеуін сырттай байқап қалды. Бірақ Мирасты танымайтын еді. Түрін жақсылап танып алу үшін ұзақ қарады. Өзін елемейтін Айсұлуды көріп, өзегі өртеніп тұрды. Осы уақытқа дейін ешбір қыз басынан жоқ деген сөз естіп көрмеген Ералы үшін бұл үлкен жеңіліс. Үнемі қалаған қыз баласын мазақ қылу оның басты мақсаты. Ералы бір күні сабақтан шыққан Айсұлуды жолынан тосып тұрып күтіп алды да: "Айсұлу, сен мені бұлай қызғандыру үшін ана сүмелекпен жүрсің бе? Мен сен ойлағандай адам емеспін. Бір сәтте-ақ мендік боласың, егер қаласам." "Ералы, менен аулақ жүр. Сен мен үшін тек Қайроштың досы ғанасың. Солай болып қалады да", деп кетіп бара жатыр еді. Айсұлуды қолынан жұлқылап: "Айтқаным айтқан, бір күні өзің-ақ артымнан жүгіресің", деп итеріп қалды. Ералының алдында өзін батыр сезінгенімен іштей қорқып тұрды. Үйге келгенше жүрегі аузына тығылып келді. Қайрошқа тамағын берді де жатып қалды. Түнімен түрлі ойлар келіп ұйықтай алмай, Қайроштың қызу қанды мінезін білетін болғандықтан жақ ашпады. Сабаққа келген бойда Мирасты іздеді. "Енді біз кездеспейік. Саған да маған да зияны тиіп кетер", деп дірілдеп тұр. "Саған кім не деп жүр? Кім не десе де маған бәрібір. Ештеңеден қорықпа." "Жоқ, біраз уақыт, біраз-міраз деген сөз маған қажет емес. Бар сабағыңа", деп Мирас бұрылып кетіп қалды. Сол күні Мирас үйіне бір шаруалармен ерте қайтты. Сабақтан кеш шыққан Айсұлуды жолда тағы да Ералы күтіп алды. "Айсұлу, сені сүйемін десем сенесің бе? Кетші", деп тыңдамастан кете берді. "Айсұлу, сүйемін. Сендей адам менің теңім емес", деп жүріп сөйлеп бара жатты. Мына сөз Ералының құлағына жақпады. Ашуға булығып жүгіріп барып Айсұлуды жұлқып жіберді да бұрылып кетіп қалды. Үйіне барысымен Ералы анасына: "Мен үйленемін, тап ертең." "Неге, сонша асықтың ғой балам, әлі жассың. Үйлену керек болды, ертеңге дейін дайындалыңыз, сөз бітті", деп бөлмесіне кіріп кетті. Бүгін Айсұлу сабақтан соң Мирас екеуі кездесіп саябақта біраз жүрді. Кеш құрым Мирас Айсұлуды үйіне дейін жеткізіп тастауға
бекініп еді, Айсұлу қарсылық білдірді. Ондағы ойы ағасы Қайрош көріп қоя ма деп қорқады. Автобустан түсіп үйіне жетіп қалғаны сол еді, артынан біреу келіп аузын басып, тағы бір екі жігіт көтеріп алып бір көлікке салып алып жүйткей жөнелді. Айқайлауға шамасы да келмей қалды. Көлік ішінде Ералыны көріп көзі шаранасынан шығып кетті. Сен ба? Мені қайда апара жатырсың? Жібер, деп айқайлай жатты. Ералы болса үн қатпастан отыра берді. Бір үйдің алдына келіп тоқтады. Алдынан екі қолына орамалын желбіретіп екі келіншек жүгіріп шықты да көліктің есігіне жармасты.